Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін арқа ауырған кезде бір ғана жаттығумен қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Әйелдердің көпшілігінде арқаның ауруы жиі кездеседі. Бүгін осындай келеңсіздіктен арылтуға көмектесетін жаттығу түрін ұсынамын. Ол гирлянда жаттығуы. Жаттығуды күнделікті орындау арқылы құрсақ қуысының жұмысын жақсартып, арқаның ауырғаны басылады. Жаттығудың атауы жаттығуды орындау кезінде қолдың бос ілініп тұрғандай көрінуінен шыққан. Гирлянда жаттығуы әсіресе әйелдер қауымы үшін өте пайдалы. Себебі арқаның төменгі бөлігінің сонымен бірге сегіз көз, шап, сан бұлшық еттерін созады. Жамбас буынының ашылуына ықпал етеді. Ас қорыту жүйесін белсенді ете түседі. Ішексердің жұмысын жақсартады. Іш бұлшық етін сергітеді. Арқаны түзейді. Тізе мен тобықтың иілгіштігін жақсартады. Сонымен қатар тыныштандырады. Жаттығу қалай орындалады? Жаттығу өте қарапайым. Түзу тұрып, аяқтарыңызды белден кеңірек қою керек. Әрі қарай жүресінен отыру керек. Яғни отырған кезде екі тізе екі жаққа қарап тұруы тиіс. Ал жамбасыңыз еденге тиер-тиместей болып тұруы қажет. Содан кейін алақандарыңызды бір-біріне тигізіп, шынтақтарыңызды тізелеріңізге тіреңіз. Ең бастысы ішті ширатып, тіземен шынтақты басу керек. Ал басыңызды тік ұстауыңыз қажет. Осы қалыпта 30 секунд отырған абзал. Егер қолыңыздан келсе, одан да көбірек отыруға болады. Сәл демалып алып, қайта жалғастыра аласыз. Жаттығу жасағаннан кейін арқаңызда жеңілдік пайда болады, ал аяғыңыз шаршауы мүмкін. Бұл қалыпты, солай болуы тиіс. Біраз демалған соң ауырсынулар басылады. Кеңестер: арқаны тік ұстауды естен шығармаңыз. Иықты жақын ұстамаңыз. Табандарыңыз еденге толығымен тиіп тұрсын. Аяқтарыңыз ұштың ұшымен не өкшемен тұра салуға тіпті болмайды. Егер гирлянда жаттығуын жасау сізге қиындық тудырып жатса, қабырғаға сүйеніп жасауға болады. Яғни арқаңызды қабырғаға сүйеп, еденге отыру арқылы жасай аласыз. Жаттығуды бөксе астына кірпіш қою арқылы жеңілдетуге болады. Егер арқаңыздан немесе аяғыңыздан қатты ауырсыну сезінсеңіз, жаттығуды тоқтатыңыз. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.